Төле би Әлібекұлы. Тәуке Болат, Әбілмәмбет, Жолбарыс, Абылай хандар тұсында мемлекет басқару ісіне араласқан аса ірі мемлекет және қоғам қайраткері, ойшыл дана, әз Тәуке хан құрған билер кеңесінің мүшесі, атақты шешен, ұлы жүздің төбе биі, жеті жарғы заңдар кодексін шығарушылардың бірі. Төле би Қарлығаш әулие, Қарлығаш би атанған, себебі парасатты, білгір әулие кісі болған. Төле би жас кезінде жүзге келген Әнет бабаға барады. Сонда Әнет баба оған бір топ буылған шыбықты ұстатып, оларды сындыруын сұрайды. Төле қанша күш салса да сындыра алмайды. Енді Әнет баба оған шыбықтарды бір-бірлеп сындыруды бұйырады. Төле би лезде бәрін сындырып тастайды. Әнет баба жас Төледен бұдан не түсіндің деп сұрағанда, Төле мұның мәнісі ынтымағы, бірлігі бар елді жауда, дауда ала алмайды депті. Сонда Әнет баба: дөп таптың балам, ел болу үшін ең алдымен ауыз бірлік, ынтымақ керек. Бақ қайда барасың, ынтымаққа дегеннің мәнісі осы депті. Төле бидің айтқаны: алғаның адал болмаса, басыңа бақыт қонбайды. Екі досты айырған түбінде өзі оңбайды. Көреген болса балаңыз, қиынды көзбен болжайды. Өзіңнен туған ұл мен қыз, сыйламаса сол қайғы. Наннан асқан тағам жоқ, қадірін білген адамға. Билікті берсең қиратар білімсіз соқыр наданға. Жаныңа батса білерсің қасиетін саулықтың, елің тосса білерсің азабы мен қасіретін араздасқан жаулықтың. Атың жақсы болса ер жігіттің пырағы, балаң жақсы болса жан мен тәннің шырағы. Әйелің жақсы болса бірінші иманың, екінші жиғаның, үшінші ырысыңның тұрағы. Жаңа жайлауға қоныстанған бір бай екі кедей жігітке құдық қаздырады. Құдық қазылып біткен соң жігіттер байдан ақысын сұрайды. Бай олардың біреуіне саулық, екіншісіне қозы береді. Екінші жігіт оған наразы болады. Төлеге келіп шағым айтады. Төле байға құдық қазған екі адамның еңбегі бірдей екенін айтады. Бірақ құдық иесі өз дегенінен қайтпайды. Сонда Төле адамның екі көзінің, екі қолының қайсысы кем дейді байға. Ешқайсысының кемдігі жоқ, екеуі бірдей. Сөзіңізге жығылдым биеке. Өкпелі жігітке қой берейін депті амалы құрыған бай. Жорықтан оралған жігіт Төле үйіне келіп, жол үстінде көрген білгенін әңгімелеп отырады. Ауыл іргесіне жақындай бергенде, 2-3 жасар баласын мойнына мінгізіп, бір арқа шеңгелді арқалап келе жатқан әйелді кездестірдім. Тікенек үстінде отырған баланы ерге отырғызып, алдыма алайын десем, шешесінің мойнынан айырылмай қойды, дейді. Сонда Төле би: кірпік шешем баласын арқалап жүріп өсіреді емес пе? Бұл не дегеніңіз биеке? Ананың тікенекте арқасы балаға мамықтай жұмсақ тиеді дегенім депті Төле.